Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге бір керемет тағам жасап көрсететін боламын. Капуста, шұжық және ірімшіктен ғана жасалады. Өте дәмді, керемет, күшті болып шығады. Балаларыңызға жасап берсеңіздер де, мына Хамбауденнің тағамын алып бергенше өздеріңіз осылай жасап берсеңіздер болады. Өте оңай дайындалады. Ендеше назарларыңыз менде болсын. Алдыменен капустаны жіңішкелеп турап аламыз. Одан кейін турап алған капустаны бірнеше суда жуып шығамыз. Суды төгіп тастаймыз. Оған 2 тал жұмыртқа қосамыз. Дәмдендіргіштерден азырақ тұз және қара бұрыш саламыз. Ondan соң тегіс қазанның түбіне май құйып, қыздырып, капустамызды саламыз. Үстінен басып нығыздаймыз. Қақпағын жауып, астыңғы жағын 2 минуттай пісірамыз. Ondan соң аударамыз, қақпағына төңкеріп алып, қайтадан салып, аударып, астыңғы жағында қызартып пісіріп аламыз. Азырақ су құйып, қақпағын жауып, жалғасты 2 минут пісірамыз. Құймағымызды пісіріп алған соң, мына хотичаң немесе өзім жасаған сиыр етінен шұжықты пайдаландым. Өзім жасаған хотичаң. Осыны қазанға май құйып қыздырып, бір қарып пісіріп аламыз. 2 жағын қызартып аламыз қарып. Ondan соң жаңағы тәрелкеге құймақты қойып, мына шұжығымызды тізіп шығамыз. Оның үстіне ірімшік, мынадай хамбауға арналған ірімшік, шошыларда болады. Осыны салып, 2-ге бүктейміз. Ondan соң бетіне кетчуп дейміз, яғни мына панче шасы, осындай тағамдармен жеуге арналған, осыны бетіне әсемдеп құйып шығамыз. Осылай тұтына берулеріңізге болады. Мына өзім жасаған шұжық өте керемет болып шығады. Алдыңғы мазмұн